Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай керемет крем жасауды үйретемін. Алдымен крем-чизді азырақ сливки құйып жұмсартып аламыз. Әйтпесе крем іртік-іртік болып қалады. Кремді ұзақ уақыт бойы миксерлеуге болмайды, өйткені формасын ұстамай сұйық болып кетеді. Жұмсартып болған соң қалған сливки мен қант ұнтағын қосып 30-40 секунд миксерлейміз. Достар, видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған үлкен мотивация береді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міне крем дайын, кез келген тортқа қолдана берсеңіздер болады.